Қазақстан дайын өнімді сыртқа шығаруға басымдық береді. Тауарлар мен қызметтер экспортын ілгерілету үшін тиісті жағдай жасалған. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында сөз болды. Ведомство өкілдері қазіргі экономикалық жағдайда отандық экспорттаушыларға қолдау көрсетуді жалғастырудың маңыздылығын атап өтті. Бұл үшін қажетті база құрылған. Ел экономикасы корона дағдарыс салдарынан кейін қайта аяққа тұрып келеді. Былтыр шикізаттық экспорт үлесі 18%-ке азайған. Өңделген өнімге сұраныс басым екен. Бір жылдағы көрсеткіш 3%-ке ғана төмендеген. Мемлекетте бизнестен көмегін аямады. Жыл бойы 134 миллиард теңгеден аса сақтандыру қолдау көрсетілді. Қазақ экспорт мәшине құрылыс және тамақ өндіру салаларына басымдық береді. 2020 жылдың 11 айлық көрсеткіш бойынша тамақ өнімдері және сусындар экспорты 21%-ға өсті, ал автокөлік экспорты 85%-ға өсті. Қазақ экспорт компаниясы былтыр 115 отандық кәсіпорынға көмек көрсетті. Бұл 2019 жылға қарағанда 38%-ке көп. Биыл да қыруар жұмыс кезегін күтіп тұр. Шағын және орта бизнес өкілдері де назардан тыс қалмайды. 21 жылы отандық экспорттаушыларға 200 миллиард теңгеге сақтандыру жоспарланып отыр. Қазір дайындалған заңнамалық түзетулер қаралып жатыр. Биыл жаңа экспорттық қолдау шаралары енгізіледі. Бұл шаралар отандық инженерлік және машина құрастырушы компаниялардың экспорттық әлеуетін еселейтін болады. Тізімде көлік, автобус, тікұшақ, локомотивтер мен аккумулятор бар. Мерей Мұратханқызы, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.